Баршаңа қайырлы кеш, сіздермен бірге Fast Money Forex біздің әлбеттегідей торговлямызға қош келдіңдер. Бүгін біз, как положено, видеоның аты айтып тұрғандай, табыс табатын боламыз сауда жасап. Ал енді іске көшейік. Өздерің көріп тұрғандай, мен 5 минуттық таймфреймді таңдап қойғанмын. Бұл менің жеке рабочий таймфреймім. Сендер өздеріңе қалаған таймфреймді орнатып, сол таймфрейм бойынша анализ жасап, жұмыс жасай берсеңдер болады. Ал енді біз саудаға кірісетін боламыз. Давайте өзімізге керекті валютный парлардың ішінен ситуацияларды іздеп шығайық. Так, мына жақта бізде өте импульсный қозғалыс болған екен евро рубль өтесі валютный парасында. Бірақ дәл қазіргі болып жатқан ситуация кішігірім маған негізі ұнап тұр, но все же енді бұл жерде жұмыс жасағым келіп тұрған жоқ. Евро 3i өтесі валютный парасы, бұл жерде тоже жоғары импульс болғанын көріп тұрсыңдар. Евро USD ше, евро USD-де енді өтесі валютный парасында кішігірім қозғалыс негізі нормально. Жақсы қозғалып жатыр. Так, бұл жерде не белгілесек болады? Давайте енді көзіміздің алдында не тұр, соны белгілей берейік. В принципе, бұлай боковик деп алсақ та болады. Бағаны боковик ретінде, в принципе, көріп тұрғандарындай. Осы негізі удобно бізге, осылай сызу. Нарықтағы минимумнан, қазір бастан сызайын, чтобы понятно болу үшін. Нарықтағы ең астыңғы минимумнан, мінекей, ең үстіңгі максимумға шейін былай алып, и осы қозғалысты просто белгілейік. Өздерің көріп тұрғанда бізде баға нарықтағы ликвидностьті шешіп кеткенін көріп тұрсыңдар. Нарықтағы ішкі ликвидностьті. Жоқ, мен қателестім. Қарасайық. Просто имбалансты толтырып кеткен деп ала салайық. Өздерің көріп тұрғандай, полностью и дальше жоғары қарай кетіп, нарықтағы кішігірім ликвидность шешкенін көріп тұрсыңдар. Тоже төмен қарай кетіп, нарықтардағы имбалансты толтырғанын көріп тұрсыңдар. Вот. Осы имбаланс толтырғаннан кейін тағы жоғары қарай кетіп, нарықтағы ликвидностьті бізде баға шеше алған жоқ. Из-за этого бізде қазіргі уақытта байқап тұрғандарындай өте үлкен неқта ликвидность қалып кеткен, короче, өздерің көріп тұрғандай. На максимум бар. Жоғары жақта бізде баға өзінің ликвидностьін накапливает, короче. Вот. Так, енді бізде астың жақта тоже самое, бізде наяқтағы не бар? RP-дің зонасы бар, reset point-тың. Наяқта тағы да кішігірім ликвидностьтар бар, негізі соны уже шешіп қойған, шешу керек уже, өздерің көріп тұрғандай. Давайте енді қазір біз сделка ашайық. Примерно осы жерден төменде баша берсек те болады, бірақ имбалансқа келген күйік. Хорошо, былай жасайықшы. Қазір біз қысқа таймфреймге кіріп, қысқа уақытқа мүмкіндік бар ма төменде ашуға, соны көрейік. Біздің бағанағы RP-дің зонасында тұр, өздерің көріп тұрсыңдар. Вот, то же самая зона, та же самая, то есть. Так, еще бізде баға жоғары қарай кетіп, кішігірім яқтағы rejection блок тест болып кеткен екен. Қазір енді төмен құлап бара жатыр баға. Біздің RP зонамыз неяқта екенін байқап тұрсыңдар, потому что неяқта бізде имбаланс бар. Так, дәл қазір бізде неяқтағы ликвидность шешіп жатыр баға. 5 минут таймфреймге қайттан бір кіріп жібере салайын, қарсы болмасаңдар. Так, астың жақтағы ликвидность неяқта шешіп жатыр бізде. Неяқта тоже бізде ликвидность бар. Осы біздің RP зонамыз. Бағаға қазір соған ұмтылып жатқанын көріп тұрсыңдар, иә, мына reset point RP деген не екенін білмесеңдер, өздерің біздің сол YouTube каналының ішін ақтарып қарап шығыңдар. Reset point 70 стратегия деген видео бар, сол жерде айтылған RP жайлы видео. Давайте все-таки онда көрейік. 1 минутқа деп сделка ашып төмендеп, егер де болмай қалатын болса, уже потом тағы да қосымша сделкалар ашып перекрытиемен шығатын боламыз плюске. Пока что енді бізде қозғалыс басталып кетті. Қазір өздерің көріп тұрғандай баға 40-ына келіп, 41-іне келмей қоймайды емес, келеді міндетті түрде, потому что бізде уже мынаяқтағы RP-ге қарай жақын тұрмыз. Банально мен сендерге сұрақ қоя кетейін. Допустим, сендерде бір 2 қадам жүретін болсаңдар, жерде бір 100 000 теңге жатыр. И жерде артқы жақта 10 қадам жүрген кезде тоже 100 000 теңге жатыр. Сендер қайсысын аласыңдар? Бірінші жақын тұрғанын аласыңдар. Сол секілді ликвидность та сондай рөлді атқарады. Бірінші жақын тұрған ликвидность шешіп, одан кейін барып уже дальше алыс тұрған ликвидностьтерге қарай барады. Вот сондай. Өздерің көріп тұрғанда қарапайым логика. И қазір бізде RP-ді шешіліп жатқанын көріп тұрсыңдар. Импульсны, қозғалыспен. Негізі бұл RP-ді неге жоғарыға деп қарастыру үшін алмадым, потому что бұл бізде нарықтағы үстіңгі жақтағы имбаланста орналасқан, ал бізде астыңғы жақта тағы да имбаланс бар. Соответствие с того, короче, мынаяқтағы қазір бізде жоғары кететін болса баға, имбаланстан реакция алып, бізде RP-ді осы жерден алған более-менее нормально болады. Потому что мынаяқтағы имбаланс енді жоғары жақта тұр. Вот. Бізде сол наиболее вероятный отработкасы имбаланстың неде болады? Астың жақтағы имбаланстарда болады, короче, чем үстің жақтан қарағанда. Вот, бірақ бізде қазір RP-ді шешіп жатқанын көріп тұрсыңдар. Жоғары жақта тоже бізде имбаланс бар. Нарықта бізде ликвидность шешілетін болса, келесі имбаланс деп примерно ойлауға болады. Давайте онда 1 минут қарап жоғарыға деп ашып көрейін тағы да. В принципе, потому что бізде осы ликвидностьтан енді Хорошо, осыны біз RP деп алғанның өзінде, осы RP-дің өзінен жалпы бізде жоғары қарай реакция алу керек. Хотя бы осы имбалансқа шейін. Баға өзінің сол нелердің минимумдарын
неэффективностьтарын, убытоктарын перекрывать ету керек. Из-за этого өздерің көріп тұрғанда мен тағы да 1 минутқа деп жоғарғыда өзім сделкамды аштым. Ал 1 минуттық таймфрейм көретін болсақ, бізде өздерің көріп тұрғандай резко төмен импульс және де қайтадан бізде коррекция. Ал енді қазір көретін боламыз. Негізі бірақ сразу сделка ашқан қате болды. Кішігірім негізі подтверждение күткен дұрыс еді, но все же бірақ енді мен өзімнің неме концепцияма, өзімнің торговляма, өзімнің анализіме сенімдімін. Сондықтан да даже если біздің сделкамыз мен шығатын болса да, біз перекрытие ашып, қосымша үстінен неғыла аламыз, короче, торговля жасай аламыз. Вот. Сондықтан да мүлдем неғылудың қажеті жоқ. Уайымдаудың қажеті жоқ. Вот. Так, өздерің көріп тұрғанда бізде ойдағыдай минус болды. Енді қазір біз өзіміздің перекрытие сделкамызды ашатын боламыз. Сразу $500 екі сделкада ашып жіберсек болады, потому что бізде по-любому $1000 қойғаннан ол өзгермейді разницасы. Так что давайте қазір осы свеча жабылсын. Мынау осы свечадан кейін потом уже мен шешім қабылдайтын боламын, жоғары ашамын ба жоқ па, потому что қазір бізде жоғарыға деген негізі бағаның ұмтылатын свеча арқылы характерін көре алу керекпін, короче, мен. Вот сондықтан да қазір көретін боламыз. Уже басталды жоғары қарай кетіп. Давайте енді сделкамызды ашып жасайық. бір емес, екі сделка $500 деп, жоғарыға деп. 1 минутқа деп. Біздің целіміз бағанағы өзім айтқандай имбаланс, жоғарғы жақтағы орналасқан. Әрине енді осы екі ашқан дагон сделкамда менің шықпай қалу вероятності бар, но все же бірақ енді көретін боламыз. 5 минутқа бір кіріп жасайық. Чтобы детально көру үшін өздерің көріп тұрғандай қазір бізде 5 минуттық свеча енді жабылайын деп жатыр. В принципе, осы свеча жабылғаннан кейін тағы да біз көрсек болады. Шешім қабылдап жоғарыға деп ашуға. Егер де енді қазіргі осы ашқан дагон сделкамыз минус болатын болса, в принципе. Бірақ енді пока біздің свечамыз жоғары қарай ұмтылып жатыр жабылуға. Енді астыңғы жақтан бізде бар, сопротивление бар, короче. Өздерің көріп тұрғандай жоғары қарай итеріп жатыр бағаны. Вот. Имбаланстан просто бізде какой-то реакция болу керек именно осы зонадан да, потому что осы имбалансқа баға өзінің жалпы несін жабу үшін келеді, короче, потребностьін жабу үшін келеді, неэффективностьті толтыру үшін келеді. После неэффективности бізде баға жоғары қарай реакция алады. Өздерің мысалы рыноктың ішіне кіріп көретін болсаңдар, по-любому бізде неэффективностьтан төмен реакция болады. Өздерің көріп тұрғанда мына жақта бізде зонаға қарай кірді, төмен қарай реакция алды, көріп тұрғандарындай, зонаға қарай тереңірек кірді, и төмен қарай реакция алды, и потом уже өтіп кетті баға. Өздерің көріп тұрғанда кез келген рыноктағы имбаланстарға бізде реакция болады. Иногда енді новости кездерінде, рынок нестабильный кездерде әрине сразу өтіп кете салуы мүмкін. Енді ол кездерде уже бізде ол имбалансымыз BPR болып кетеді. Өздерің көріп тұрғанда мінекей тағы да имбалансты көрсем, міне бізде реакция алды имбаланстан, төмен қарай кетті. Өздерің көріп тұрғанда өте үлкен движениемен, яқтағы неге дейін минимумға шейін өздерің көріп тұрғандай имбаланстан баға реакция алады. Вот, көп случайда әрине. Қараңдар, еще бізде жақта тоже имбаланс бар. Мінекей. Бірінші келді, төмен реакция алды, екінші келді, төмен реакция алды, үшіншісінде уже толыққанды өтіп кетті, потом уже толыққанды реакция алды төмен. Өздерің көріп тұрғанда бізде имбаланстар основной бізде қолданатын инструменттердің бірі. Сондықтан да негізі осы имбаланстарға ликвидностьтан кейін бірінші очередь, короче, қарау керек. Негізі сол сендерге қажетті екі нәрсе, ол бізде сол өтімділік, то есть ликвидность, одан кейін барып уже дальше имбаланс. Вот. Кез келген рынокта өзінің ликвидності бар, имбалансы бар. Осы екі факторды іздеп қана сендер осы неде трейдинг саласында жалпы ұзақ уақытта стабильный табысқа шықсаңдар болады. Ода тұрған ешқандай қиындығы жоқ. Мен сендерге осы өзімнің примерімде ешқандай сол несіз монтажсыз полностью көрсетіп беріп жатырмын. Қалай торговля жасау керектігін қысқа уақытта. Әрине риск бар, рискті жоққа ешкім шығармайды, но все же бірақ егер де білімдеріңді дұрыс қолданатын болсаңдар, дұрыс білім алатын болсаңдар, одан кейін сол дұрыс білімді осы нарықта қолдана алатын болсаңдар, сендерде ешқандай проблема болмайды. Даже если болғанның өзінде сендер өздерінің білімдерінің арқасында сол проблеманы, сол ошибкаларды қайталамаудың әрекетін жасап шешіп тастайсыңдар. Сондықтан да торговлямызды жалғастырайық. Қазір енді бізде чистейший 2 плюс болып тұр. Нарықта енді өздерің көріп тұрғанда бізде так, бүгінгі ашқан сделкалар, бізде бір сделка плюске шықты, өздерің көріп тұрғандай. Бір сделка ашып, одан кейін бізде бір сделка минус и бір дагон сделка плюс. Сонда бізде чисто 2 плюс 0 минус болып тұр пока что. Потому что дагон сделканы бір ешқандай, тек қана біз бір-ақ сделка плюске шыққан деп алсақ болады, короче. Пока енді сауда жақсы кетіп жатыр, в принципе. Так, USD-каттың қозғалысы өте ауыр екенін негізі мойындау керек. Так, USD NH OTC дейді.
китайский емес па, юань емес па, юань бет қандай еді, вот юзи эгп дейді, египетский бірдеңе дейді, пул ма қандай бірдеңе деп айтылады ол жерде. Так, бізде давайте осы қозғалыс сала берейік. Обычный боковик өздерің көріп тұрғандай олай аласыңдар. Мына мынаяқтағы минимумнан мынаяқтағы максимумға шейін алатын болсаңдар, бізде бір рет жоғары жағына баға шыққан екен боковиктің девиация болып, и потом уже төмен қарай кетіп, төмен жақтағы ликвидность сол шешкенін көріп тұрсыңдар. Мизерно, бірақ шешкен. И дальше жоғары қарай кетіп, мынаяқтағы не эффективность толтырған, ликвидностьті шешкен, ликвидностьтен кейін қайда барады? Не эффективностьқа барады, имбалансқа барады. Имбалансты толтырған, төмен қарай реакция алған, мынаяқтағы ордер блоктардан кішігірім, и тағы да мынаяқтағы өзінің ликвидностьті шешіп кеткен, и дальше төмен қарай кетіп қалып, мына жақтағы ликвидностьті қайтадан шешкен. И потом келесі цель қандай? Келесі цель бізде имбаланс. Одан басқа цель вообще жоқ. Ликвидностьтан имбалансқа, имбаланстан имбалансқа, ликвидностьтан ликвидностьқа. Рынокта басқа жалпы қозғалыс жоқ. Кез келген рынокта, нарықта гарантиямен. Вот. Енді қазір осы имбалансқа келгеннен кейін бізде баға равный максимум қалдырып кетіп, төмен қарай кетіп бара жатыр. В принципе, ешқандай ликвидность шешкен жоқ, но все же бірақ осы неэффективностьтан бізде какой-то ликвидностьқа қарай баға кетті. Бірақ бізде сол ближайший ішкі ликвидность мынау тұр, өздерің көріп тұрғандай бізде. И оны баға бізде қазір агрессивті түрде шешіп, кішігірім мынаяқтағы ордер блоктан реакция алып, жоғары қарай кетіп бара жатыр, мынаяқтағы ликвидность шешу үшін негізі. В принципе, қазір енді боковикте бағаны қайда кететінін табу қиын, потому что екі жақтан да бізде ликвидностьтар шешіліп қойған, жоғары жақтан да, қазір көрсетемін, и төменгі жақтан да көріп тұрғандарында. Бұл жерде енді қиын болады. Қазір енді баға, в принципе, бағанағы өзім көрсеткендей имбалансты толтырды, жайда мындай равный хайы қалдырып кетіп, төмен қарай қазір резко кетіп барады, в принципе. Имбаланстан кейін негізі часто бізде ликвидностьқа қарай барады. Ал бізде не, то есть ликвидность имбаланстан кейін ликвидностьқа барады. И ближайший ликвидность қай жақта бізде? Допустим, мынау нені алсақ та болады минимумда, өздерің көріп тұрғандай. Как ликвидность ретінде. Баға қазір соған ұмтылып жатқанша. Немесе, так, мына жақтағы тоже ликвидность алсақ болады, в принципе. Қазір енді баға неизвестно, просто мына жақтан агрессив түрде реакция алды. Так, мына жақта бізде имбаланс бар. Возможно, содан, но это не точно, конечно. Но, в принципе, бір байқайтын болсақ, бізде мына жақта PPR бар екенін көріп тұрсыңдар, мінекей. Но баға оған әлі келген жоқ. Значит, бізде бұл жерде қозғалыс негізі түсініксіз. Так, мына жақта енді қазір бізде баға прошлый минимумның ликвидностьін шешкен rejection блок бар. Сол жердің қазір ровно ортасынан қазір бізде тоқтап қалды. Негізі жоғары қарай возможно реакция алуы мүмкін. Именно осы негеден ликвидностьтарға шейін былай. Но көретін боламыз. Бірақ негізі бұл жерде сол андай ситуация, в принципе, ұнап тұрған жоқ маған, сөзін шыны керек. Маған да ұнамайтын ситуациялар болады. Мен де енді не емеспін ғой. Менде де сол ұнамайтын ситуациялар и минус ситуациялар тоже болады. Так что негізі, в принципе, ұнамайтын ситуацияларды сразу надо пропускать. Анализ любой графикті жасай аласың, но все же просто енді қалай айтсам болады, сделка ашық келмейтін моменттер болады. Не в тот, короче, момент хочешь открыть, да, вот. Сондай ситуациялар бізде қазір болған. Давайте мынандай енді боковик ретінде алатын болсақ, допустим, обычно судить етіп, мыяқта бізде минимум, максимум бізде баға жоғары жағына бір шығып боковиктің, заодно біздің имбаланс толтырып, төмен қарай агрессивті реакция алып, мыяқта ликвидность қазір бізде шешіп жатқанын көріп тұрсыңдар. Еще бізде мыяқта имбаланстың бар екенін байқап тұрсыңдар. Негізі сол жоғары жақтағы имбаланстан, возможно, былай төмен қарай кету керек осы ликвидностьқа неге шейін, имбалансқа шейін. Имбалансқа шейін барып, потом уже көреміз. Ну, пока енді бізде факт есть факт. Мынаяқтағы біздің RP-ді шешті қазір баға. Қазір көрсетемесіндерге. Мына имбалансты толтырған бірінші зона, reset point шешті. Мынаяқтағы имбалансқа шейін реакция кое-какие болу керек. Так что давайте енді көрейік. 1 минутқа кіріп, жерден сделкалар қарастырып көруге бізге болады. В принципе, енді қазір осы 1 минуттық сессия жабылсын. И потом уже егерде енді баға свеча өзі жоғары қарай ұмтылғысы келіп тұрады, сондай ситуациялар болады, сол кездерде, короче, уже біз не алатын боламыз. Жоғарыда бізде қашып көріп тұрсам болады. Новый сессия шықты қазір бізде уже. Қазір бізде кішігірім сол астыңғы жақтағы имбалансты толтырды баға өздерің көріп тұрғандай. И дальше уже қазір төмен жоғары қарай кетіп бара жатыр. Жайлап. Оппа, уже бізде потенциал бар. Давайте 1 минутқа деп, көрейік $500 деп тағы сделка ашып. Егер де шықпай қалатын болса, все уже тағы да догон қосымша перекрытие сделкалар ашатын боламыз. Так что уайымдаудың мүлдем қажеті жоқ. USD PHP OTC валютный парасы екен. PHP деген қандай? Так, PHP деген филиппинский бірдеңе ғой. Филиппинский не валюта. Ну, пока енді бізде баға өте баяу қозғалып жатыр. Соны көріп тұрмын.
күтейік. Давайте тағы да мен сделка ашып бере салайын, дагон қылып. 1, 2. Ана сделка уже мен қазір жабылады, сондықтан да жоғарыға деп өзім сделкамды тағы да дагон ретінде ашып қойдым. Қазір мен неге сделка ашқанымды примерно осы сделка жабыла салсын, мен айтып беретін боламын, короче. Бірақ негізі өздерің көріп тұрғандай 1 минуттық таймфрейм үшін баға өте баяу қозғалып жатыр. В принципе, доллар мен сол филиппинский валютаның негізі сағатына шейін такси екенін байқап тұрмыз, короче. Біз енді бізде кейбір валюталарды андай OTC валюталардың өзінде биржевой активно қозғалады ғой, в принципе. Сол мысалға евро бар, не бар, доллары бар деген сияқты. Даже турецкий ненің өзі, лираның өзі жақсы қозғалады, в принципе. Сағатына шейін осы біздің филиппинский неге қарағанда. Вот. Осылай біз қазір дагон сделкамыз тағы да плюске шығардық, в принципе. Торговляны жалғастырайық кішігірім тағы да. WhatsApp жауып жібере салайын кішігірім. Айып етпесеңдер. Все. Таппай қалдым. Өздерің көріп тұрғандай анау қозғалысқа қарайтын болсаңдар, өте енді вообще ұнап тұрған жоқ, өздерің көріп тұрғандай. Өте жаман қозғалыс. Бұндай қозғалыстарда негізі вообще кірмеген дұрыс. 5 минут сессия кіретін болсақ, қазір вообще мен өздерің көріп тұрғандай осындай қозғалыс. Вот. Қайта негізі с одной стороны нам повезло, но по-любому анализдің аты анализ. Ол работает. Вот. Так, давайте тағы да бір-екі сделка ашылып, уже торговлямызды аяқтайық. Біз нормально уже тауып тастадық деп ойлаймын мен. Енді өзімнің ашқан сделкам, жеке командамызда, короче, ұзақ уақытта сауда жасауды, сделка ашуды тест жасап жатырмыз. Жақын уже аралықта, в принципе, ұзақ уақытқа прогноздар да келіп бастайды, 3 сағаттан бастап. Вот. И одан бөлек бізде ютубқа новый видео шығады. Жалпы ұзақ уақытқа, қысқа уақытқа, ортаңғы уақыттарға қалай торговля жасау керектігі жайлы именно осы пакет опшн брокерінде бізде өздерің білетіндей максимум сағат 4 сағат, өздерің көріп тұрғандай 4 сағаттық таймфрейм бізде максимум. Ал сендер сол 4 сағаттыққа торговля жасап табыс тауып тоже отырсаңдар болады, в принципе. И осыны сендер отложенная сделкамен байланыстырып, короче, мысалға, допустим, кез келген сол осы валютаның ішіне кіріп, өздерін, допустим, сол ұзақ таймфреймдегі анализдерін жасап, допустим, давайте кірейік любой валютаға, допустим, да, олай. Қарандар, енді қазір ұнап тұрған жоқ қозғалыстардың ешқайсысы берді. Ну, допустим, бізде нерде имбаланс бар. Неке, осы имбаланс бар. Осы имбалансқа келген кезде, міне, бұлай қойсаңдар болады сделкаларды, қарандар. Осы имбалансқа келеді деп нерден. Міне. Фкеткс басып бересіңдер да, бай деп басып бересіңдер, уақыттарын таңдайсыңдар, короче, мінеке. 4 сағатқа деп қойсаңдар болады, или 1 сағатқа деп қойсаңдар болады. По-любому осы біздің имбаланстан жоғары реакция болады деген секілді нәрсе бұл жерде. Вот. Деген секілді, оның барлығын енді скоро видео үйренесіңдер. Мен алдын ала қазір басын ашып ештеңе айтпай қоя салайын. Так что, давайте енді торговлямызды жалғастырайық, короче, біз 5 минуттық таймфрейм. Но все жандай байқаған нәрсе бар менде, просто көбілерің араларында қысқа уақытта мен секілді торговля жасап жасай алмайды екенсіңдер. И все же негізі сол жаңадан келген трейдерлер үшін қысқа уақыт өте рискованно болып келеді, реально. Потому что ол жерде енді қозғалыстар прям жылдам болады, манипуляциялар көп болады. Соның арқасында сендер ақшаларыңды жоғалтуларының риски бар. Но все же бірақ енді ол риск ұзақ уақыт торговля істеген кезде де жоғалмайды. Вот. Бәрібір рисктің аты риск болады ол. По-любому негізі бүйтіп алып қарайтын болсаңдар, без риска негізі вообще табысқа шығу кез келген сферада баю мүмкін емес. Так что негізі не қылу керек? Онымен смелость ету керек, короче. Так, USD пакистанский реал ма, анау? Пакистанский реал, да? Ага, вот осы валютный парасы. Бұл енді самый конченый паралардың бірі, өзім білетін, короче. Но все же қарандар. Допустим, бізде бұл конченый пара, бізде не беріп тұр екен? Конченая пара, то есть. Қарандар, имбаланс бар, имбаланстан бізде бір реакция алған, өздерің көріп тұрғанда бірінші тұрған зона, и потом оны бізде бұл reset point создавать еткен. Дальше сол reset point ликвидностін шешіп, жоғары қарай баға кетіп, мияқтағы максимумға шейін доставка болған. И еще бұл максимум бізде имбаланс отырған. Астыңғы жақтар, үстіңгі жақтар имбаланс. Что за это говно? Просто, простите меня, просто. Кстати, мен бір жақсы ақпарат естідім. Осы жерге скоро қазақстанский теңгені қосады не биржевойға, в принципе. Қазір бізде, в принципе, бүкіл валютный паралардың барлығы бар, мысалға. Мынау ненікі, ақштың, енді доллар, енді главный ғой, в принципе. Швейцарский франк, британский фунт, мынау мумбайский, индийский анау, так, еще не бар, там египетский, мынау еще арменийский ма, бірдеңе, короче.
евро бар, китайский валюта бар, короче, Канада бар. Канада енді барлық жерде бар ғой, в принципе. Бірақ бұл бізде көбінесе андай айтсам болады, экзотический паралар деп айтылады ол. Негізі паралардың өз түрлері болады, мысалға ше, евро USD деген ол основной паралар. Ал евро ГБП, евро ЧХП, бірдеңе ШХП дегендер ол кросс паралар дейді. Ал мынау енді бұл прям экзотический паралар мынау. USD тайландский бірдеңе, USD мынау вьетнамский бірдеңе деген сияқты мына. Олар енді экзотика таза. Чистая экзотика, короче. Вот. Так, бізде давайте енді бір-екі сделка ашайық тағы да, и потом уже дальше аяқтасақ та болады. Так, USD, китайский валюта, юань, да? Бізде имбаланс болған, имбалансты өздерің көріп ровно жартысын толтырып кеткен. Дальше жоғары қарай реакция алып жатыр қазір бізде баға. Астыңғы жақта бізде ликвидностьтар жоқ. Яқта бар енді, бірақ алдында жоқ ликвидностьтар. Вот. Пока жоғары жақтарда бізде баға имбаланстарды толтырып, өздерің көріп тұрғандай имбаланстарды толтырып, баға қазір төмен қарай құлдырап баратыр. Негізі бізде шартовый order flow. Мына жақта бізде бір какой-то ликвидность шешілген. Қазір көрсететін боламын. Мінекей, өзім айтқандаймын. Допустим, мына жақтағы бізде ликвидность шешілген. Или мына жақтағы ликвидность бізде шешілген. Из-за этого бізде қазір баға шартовый поток приказов пен, шартовый order flow мен, шартовый доставкамен баға төмен қарай мына жақтардағы ликвидностьтарға әрекет баратыр қазір бізде. Осы ликвидностьтарға қарай. Біз енді бұл жерде төмендеп сделка ашамыз, конечно. 1 минутқа кірейік, ситуация іздеу үшін. Так, бізде мына жақта инверсионный имбаланс бар. BPR, өздерің көріп тұрғанда BPR-дан бізде баға қазір бірнеше рет реакция алған, байқап тұрғандарындай. Мінекей. Яқтан тоже енді өтіп баратыр уже бұл BPR-ды, в принципе. Жоғары жақтарда ешқандай имбаланс жоқ. Яқта енді кішігірім бар, но бұған енді маловероятно келуі бағаның. Вот. Потому что. Так, все. Давайте енді қазір сделка қарастырып көруге тырысатын боламыз. Жоғары жақта бізде ликвидность өздерің көріп тұрғанда әдемі шешілгенін байқап тұрсыңдар. Прям әдемі. И төмен қарай кетіп, бізде баға төмен жақта ликвидность шеше алмады. Значит, бізде төмен қарай ашуға шанс дейді ғой, короче, сол. Қазір біз күтейік. Мынау свеча жабылсын 1 минуттық. Қазір. Потом уже дальше ашып көретін боламыз. Асығыстық жоқ бізде, короче. Не деген қозғалыстар, резкий. Мына ликвидность шешіле ме екен, интересно. Шешілді. Понятно. Отложим көп қоя салайын. Тиет қазір. Думаю, тиет, потому что бізде мына объемный имбаланс бар. Екі свечаның ортасындағы пустота. Тиси. Өлі, мына қатырады екен ғой. Жоқ, қазір тиеді ол. Күтейік, давайте. Просто мен қазір бір енді көрдім да, короче, мынанша өзгерісті. Короче, мына бізде разрыв бар. Разрыв. Бұл бізде тоже имбаланс, но екі свечаның ортасында орналасатын объемный имбаланс. Ол жерден бізде негізі ол бізде өте мықты зона. Даже обычный имбаланстың өзінен ол негізі қайда мықтырақ, в принципе. Но бағанағыдай ойлағанымда негізі разрывқа қарай қазір бізде келе жатыр баға. По-любому. Көрейік, күтейік. Если что, мына догон сделка ашып жүре саламын, егерде қазір не қылатын болса, біраз жүретін болса. Давайте қазір отложим көп қоя салайын былай. Мынаны басасыңдар. И дальше. Фык. И все. Тиді. Үлгердік, короче, кіріп сделкаға. Так, енді. Пока енді бізде кішігірім осы имбалансқа шейін өзінің жолын жалғастырды баға. В принципе, қазір енді осы имбаланстан бізде кішігірім открытый зонадан разворот болады. Сондықтан да күтетін боламыз. Мына сделкадан по-любому осы сделка шықпайтын негізі білгендей догон сделка ашқан екенмін, в принципе. Ол дұрыс болды. Вот. Бірақ негізі ол өте аз, өте мизерный имбалансқа баға келеді деп мүлдем ойлаған жоқпын. Вот. Ал енді көреміз қазір. Қандай реакция алады имбаланстан. Вот өздерің көріп тұрғандай реакция бар. В любом случае сендер үлгеретін едіңдер, короче, бұл жерде. Вот.
просто кішігірім енді қателік жасап қойдым. Ерте баға төмен кетеді деп ойладым, но все же мен мынау имбаланстың бар екенін көрдім ғой, көре алдым да, но все же баға бұған осы кішкентай открытиесқа келеді деп ойлаған жоқпын. Все же бірақ баға сонда келді, значит бағаның өзінің пландары болып тұр ғой сонда, иә. 5 минутқа бір кірейік. Негізінде қазір понятно, кішігірім баға астыңғы жақтағы имбаланс толтырып өздерің көріп тұрғанда осы имбаланстан барып уже даже ликвидностьқа шейін мияқтардағы реакция алған енді байқап тұрған жайым бар еді. Все же ал 5 минуттықта тоже мияқта бізде кішігірім имбаланс бар ма? Жоқ, полностью жауып тастаған екен разрывты, бірақ мияқта бізде имбаланс бар. Значит, мияқта бізде RP екен ғой. Понял. Ничего, бірақ енді опасно болды, мойындау керек, опасно болды. Олай тоже болады в принципе, но по-любому минус болған өзінде мен догон сделка ашатын едім. Вот. Бывают такие случаи, короче. Но все же қазір енді статистика шығаратын болсақ, бізде дәтіре салайық отложенный сделкаларды. Так, трейдс бізде 2 сделка минус и 1 сделка плюс, да? Понял. Бәсе мен түсінбей қалдым, короче. Негізі екеуі де плюс болу керек бағана ашқан сделкалардың. Бірақ, оказывается, біреуі возврат, біреуі плюс болған екен. Вот. 500 деп тұратын болса, ол возврат. Значит, бізге қазір былай жасау керек. 2 сделка плюске шығару керек, и все уже не қылатын боламыз. Сворачиваться ететін боламыз, короче. Көріп тұрғандарында бізде возврат болған. Бағана байқағаным, короче, бізде сол ашылған жерде қалып қалды ғой. Сол кезде, короче, бізде 1 сделка сәл жоғары ашылған, и 1 сделка ровно сол жерде ашылған. Баға тұрған жерде. И потом бізде возврат берді өздерің көріп тұрғандай. Вот. $500 қайтарып берді өзімізге. Понятно. Негізі сол рынокта возвраттан қарағанда чаще минус или плюс көп болады ғой. Но енді низколиквидный, короче, сол біртүрлі странный экзотический валютный парларда ондай ситуациялар кездеседі. Да. Қазір қанша болды сағат бізде? 19-дан елу кетті ма? Негізі нормально. Давайте торговляны жалғастырайық. Бізде имбаланс бар. Имбаланста полностью баға толтырып түсініксіз қозғалыстар жасап, қазір енді білмеймін, бұл жерде істегімде келіп тұрған жоқ, тұрғызшы. Жүрескелері. Так, выпауды. Мысалға, мынандай парларда жұмыс жасау мүмкін емес, потому что график бірінші очередь түсініксіз, екінші очередь вообще негізі жылдам қозғалады, и сразу моментально минус қалып келуі мүмкін деген сияқты нәрселер. Но көрейік енді. Сендер үшін істеп көремін, короче. Негізі бұл жерлердің де осы валюталардың да характерлерін неғылуға болады, өзіңе бағындыруға болады. Мияқта бізде ликвидность бар, баға қазір бізде төмен қарай агрессивті түрде құлады. В принципе, ешқандай ликвидностьті әлі шешкен жоқ, значит, пока төмен қарай құлауы керек баға. Онда 1 минутқа кіретін боламыз. 1 минутта бізде мына минимумдарды шешу керек қазір. Так. Ну, 1 минуттық сессияны жабылған күре салайын негізі. Қазір мен төменде ашатын болсам, мен определенно минуста болатын едім, потому что бізде мына жақтардағы зоналардан баға жоғары реакция алады. Астыңға ликвидностьтан үстіге реакция алады, по-любому, да? Бұл жақтан үстіге ашуға болады, бірақ астыға ашуға болмайды. Но бірақ мен астыға ашқым келіп тұрғаннан кейін бағаның енді сәл үстіге көтерілгенін, осы 1 минуттық сессияны жабылғанын күту керек. Чтобы новый сессия ашылған кезде біз сразу позицияға кіріп жіберетіндей, короче. Вот. Өздерің көріп тұрғанда бағаны жоғары қарай итеріп жатқанын көріп тұрсыңдар. Астыңғы жақтардағы ликвидность. Вот, пока сол имбаланстарға шейін өсу мүмкін, вероятность бар. Давайте я астыға деп көрейін, бір сделка ашып, все же. Но это глупая сделка, потому что жоғары жақта бізде имбаланс бар екенін мен көріп тұрмын, но все же отработка болуы мүмкін, потому что бұл енді промежуточная сделка болып тұр ғой, короче. 5 минутқа кіретін болсақ, негізі бізде көріп тұрғандарындай жоғары жақта имбаланс бар. Қазір шығып келе жатқанда, осын нені сразу жауып кету керек, былай жоғары қарай кетіп, ешіп жабу керек, или былай жабу керек. Сол кезде баға сбалансированно қозғалған болып есептеледі. Вот. Қазір мына свеча, мынау көріп тұрсыңдар ғой сызықты, фитильді. Вот сол фитиль ұзын болып мына жаққа барып жабу керек, чтобы балансты заполнить ету үшін. Из-за этого, короче, бізде қазір минус болуы мүмкін сделкамыз. Но, есть одно но. Но, көреміз. Мына жақтағы бізде ликвидностьтан реакция алғанын көріп тұрсыңдар, жоғары қарай. Көрейік енді. Но моментально бізде сол төмен реакция болу керек.
Понятно. Тура ойлағандағыдай негізі. Но я был готов к этому. В принципе, қазір жоғары жақта ликвидность шешті. Все же, давайте тағы да екі сделка ашып жасайық төмендеп. Біреуі мына жақта ашылды, үстің жағында, біреуі астың жақта ашылды. Но екі бірдей сделка. Так, бізде қазір енді примерно астың жақта свечной ликвидностьтардан екеуі бар. Мына осы ликвидностьті шешу керек баға. Имбаланстан енді мына сол именно біздің таймфреймдегі имбаланстан кішігірім реакция алды. Көріп тұрғандарындай. Вот, RP нерде кішігірім мини RP бар. Соның ликвидностьін бізде баға шешіп кетті. И дальше уже өсуі құлауы керек. Все же. Өзім айтқан нәрселердің барлығы ше, мен айтқан алгоритмдердің барлығы кез келген таймфреймде істейді. Но просто ол жерде отработкасы жылдам болып кетуі мүмкін да. Вот в этом и есть риск, короче, қысқа таймфреймдердің. Вот. Қозғалыстар сразу резкий болуы мүмкін. Даже если сен бағаның қайта кететінін дұрыс тапқанымен де сенің сделкаң плюс болып жабып үлгермеуі де мүмкін. Мен оны каждый раз айтамын, в принципе. Қысқа таймфреймде сол үшін негізі қазір жұмыс жасауда жаңадан келгендерге, даже опытныйларға, профтарға да мен советую. Вот. Потому что өте манипулятивный болып келеді қысқа таймфреймдер. И в итоге бізде екі сделкамыз да плюске шықты. Көріп тұрғандарындай. $460 таза пайда, $460 таза пайда. Так, в принципе, уже можно округлиться. Қазір енді қанша топ тастадық, соны көріп тастау керек негізі. Қанша сделка ашылды, кішігірім статистика шығарып, егер нормально табыс тапқан болсақ, уже бізде жарты сағатта өтіп кетті. Кіріп көретін боламыз. Конечно, енді опасный моменттер өте көп болады и болды осы видеода. Ондай ситуациялардан ешкім қашып құтыла алмайды, даже мен де. Так что бұл жерде енді только грамотность пен білім ғана неғылады, алып шығады сендерді, короче. Вот. Так, трейдинг профайл. Общий статистикамды көріп тұрсыңдар. 459 сделка ашқам. Таза пайда осы аккаунттан $67,000. Так, так. Тодай деген осы емес пе? 11 трейд $1220 таза пайда болып тұр ғой, сондай а. Негізі бұл бұндай емес. Бұдан көп тапқан мен негізі. Вот. Бірақ оборот өздерің көріп тұрғандай көп. Оборот өте көп. 5500 оборот. Но при этом, короче, бізде не профит аз болып тұр, короче. Ну, $1000 тоже самое, осы жарты сағаттың ішінде 500 мың теңгеде тоже нормально. Статистика, жақсы статистика. Но негізі бұл барлығын көрсетіп тұрған жоқ. Я думаю. Қазір обновить етіп көрейік тағы да ше. Негізі мен сезіп тұрмын, бұл просто андай сәл андай обновлениесі сәл не болады, короче, кешіктің істейді, есептейді. Так что негізі қазір көреміз қайтадан. До конца убедиться етейік, потом уже дальше көретін боламыз. 1220 ма, 1220. Ну хорошо, допустим. Онда все, округляемся. Мен қазір вывод шығарамын и уже видеоны да аяқтаймыз. 30 минуттық уақытта біраз нәрсе үйрендір деген ойдамын. Тағы да сол өзіме философский заттармен бөлісіп, реально живой сауданың қалай жүретінін көрдіңдер, короче. Бүгін осы видеода. Білмеймін енді сендерге бұл видео өзінің пайдасын бере алды ма, әлде жоқ па негізі. Бірақ негізі мен ойлаймын, что әр осылай шыққан видео сендерге өзінше бір опыт береді деп. Потому что живой торговляның қалай жүретінін, қалай ақша табылатынын сендер көресіңдер. И жерде білесіңдер, короче. Негізі жақсы. Бұл нәрсе жақсы. Әр видеоны ютубтағы шыққан жалпы жібермей қараңдар, потому что бұл сендер үшін өте ценный опыт. Бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Дәл қазір мен вывод шығара салайын. Так, депозит, WinDrival. Так, $610 шығарам, потому что мен енді шотымды өсіріп жатырмын ғой. Так, $610, я. Жартысы ғой ровно мен тапқан табысым ше. $610. $610. Ей. Тоқтапайсың. Что-то менде жазылмай жатыр ше. Мына ауысып кеткен екен ғой. $610. Так, адрес жаздық, контюнь и все. Кетті заявка выводқа. В принципе. Так, болды. Выводтың заявкасын шығардық, как положено. Историяның ішінде ол барлығы тұр. Мінекей, көріп тұрғандарымдай. Бізде енді қазір ағылшынша болып тұр, негізі орысша еді, но енді ол пустяки, короче. Давайте мынаны көріп жүрсек тағы да қазір. Айттым ғой мен 2140 екен ғой. Блин. $2140 болса, блин. Сол бірдеңені сезбеймін осындай ше. Бұл просто статистиканы кейін шығарады да, из-за этого, короче, асықпау керек та, короче ше.
Так, 2140 па? Примерно. Болды онда. $1070 шығару керек еді ғой онда. Все же. Ну, сойдет. В принципе. Артық ақша қала берсін енді. Амал жоқ. Ну, все. Жігіттер, қыздар, торговлямызды аяқтайық. Баршаларыңа осы видеоны уақыт бөліп қарағандарыңа рахмет. Думаю, что ценный опыт алдыңдар деп ойлаймын. Егер де осы трейдинг саласын тегін ақ үйренемін десеңдер, бізде YouTube каналдың ішінде плейлисті деген жердің ішінде бізде полностью тегін обучение бар, который мен YouTube каналға сендер үшін түсірген, короче. FMFX обучениялар деген плейлисттің ішіне кіретін болсаңдар, бастан аяқ базовый инструктордан бастап, имбаланс, ордерблок, ликвидность не деген полностью барлық соның видеолары қарастырылған. Жаңадан келіп жатқандар үшін бұл өте жалпы ценный опыт болады. Сондықтан да міндетті түрде сол плейлистті төмен қалдырып кететін боламын осы ненің видеоның астыңғы жағына, сілтемелердің комментариясына, и соны көріп өздеріңе білімдеріңді алсаңдар болады. Баршаларыңа рахмет. Бүгінгі видеоны аяқтаймыз. Сау болыңдар.